Жай бөлшектің негізгі қасиеті. Жай бөлшектің негізгі қасиеті ол бізде бөлшектің алымында, бөлімінде бірдей санға көбейтсек, немесе бірдей санға бөлсек, онда сол бөлшекке тең бөлшек шығады, немесе мағынасы өзгермейді. Мысалға, 4-тен 3 деген бөлшекті алайық, және оның алымында, бөлімінде бірдей санға көбейтейік. Мысалы, алымында 2-ге, бөлімінде 2-ге көбейтейік. Сонда бізде 4-2 8 болады, 3-2 6 болады. Немесе 4-тен 3 деген бөлшегімізді алымында, бөлімінде 4-ге көбейтейік. Алымында, бөлімінде 4-ге көбейтсек, 4 үшін бізде 12, 4 16. Яғни бізде 4-тен 3 дегенімізді 8-ден 6 десек те болады. Немесе 16-дан 12 десек те болады. Мысалға, мына суретті қарайық. Мына суретте бізде шеңбер немесе дөңгелегіміз 4 бөлікке бөлініп тұр. 4-ге бөлінген, және 3-еуі боялған. Келесі суретте теңде 8 бөлікке бөлінген, және оның 6-ауы ғана боялған. Келесі суретте мына жерде 16 бөлікке бөлініп тұр, және оның 12-сі боялған. Былай қарап тұрсаңдар, мысалы, бір пиццаны біздер 4 бөлікке бөліп, 3-еуін жесек те, осындай бөлігін жейміз. Немесе 8 бөлікке бөліп тұрып, 6-ауын жесек те, бәрібір сондай бөлікті жейміз. Немесе 16-ға бөліп тұрып, 12-сін жесек те, тура сол нәрсе болады. Яғни 4-тен 3 дегеніміз 8-ден 6 екеуі бір нәрсе, немесе екеуі бір-біріне тең. Және 8-ден 6 мен 16-дан 12 тоже сол. Екеуі мағынасы бірдей. Енді біздер алымында, бөлімінде бірдей санға көбейтіп жазып отқанша, толықтауыш көбейткіш деген нәрсе бар. Мысалға, біздер 3-тен 2 деген санды алайық. Оның алымында, бөлімінде бірдей санға көбейтеміз, бірақ оны толықтауыш көбейткіш ретінде жазамыз. Мысалы, алымында, бөлімінде, мысалы, 5-ке көбейту деп жазатын болсақ, оны көбейтіп отырмай, жоғарысына осындай сызық қойып тұрып 5 деп жазамыз. Яғни 5-2 бізде 10 болады, және 5-3 15 болады. Екеуіне де көбейтем деген сөз. Бұна бізде толықтауыш көбейткіш деп аталады. Және осылай жазатқаннан тезірек болады. И болашақта керек болады. Енді біздер бұл жерде көбейттік, енді бөлейік. Мысалға, бізге 25-тен 15 деген бөлшек берілсін. Біз алымында, бөлімінде бірдей санға бөлу үшін олардың ортақ бөлгішін табамыз. Яғни 15-те, 25-те қай сандарға бөлінеді, қай санға бөлінеді. Мысалға, 15-те бізде 5-ке бөлінеді, 25-те 5-ке бөлінеді. Яғни 15 бөлінген 5, және 25 бөлінген 5. Сонда 15-те 5-ке бөлсек 3, 25-те 5-ке бөлсек 5. Сонда 5-тен 3 дегеніміз 25-тен 15 екеуі бірдей нәрсе, мыналар сияқты бірдей болып шығады. Енді біздер бөлшектің алымында, бөлімінде бөлген кезде бұлай жазбай басқаша жазамыз. Мысалы, бізге 10-нан 6 деген бөлшек берілсін. 10 да бізде 2-ке бөлінеді, 6 да 2-ке бөлінеді. Біз оны бұлай жазамыз. Біз оны осылайна сызамыз. Алымында, бөлімінде бірдей санға бөлеміз. Алымында, бөлімінде 2-ке бөлсек болады. Яғни 6-ны 2-ке бөлсең 3, 10-ды 2-ке бөлсең 5. Сонда бізде 5-тен 3 деген нәрсе шықты. Жаңағы бізде 5-тен 3-іміз, жаңа 25-тен 15-ке тең екен. Немесе 10-нан 6 3-е бір нәрсе екен. Яғни біздер осылай бөлу қылып жазып отырмай, үстінен сызамызды, бірақ қаншаға бөлгеніміз емес, қанша қалғанын жазамыз. Ойша бөлеміз. Алымында 2-ке бөлдік, бөлімінде 2-ке бөлдік. Және қанша қалды? 2-ке бөлінгенде 3 қалды, 2-ке бөлінгенде 5 қалды. Сонда 5-тен 3 деп жазамыз. Бөлшектің алымында, бөлімінде бөлуді біздер
қысқарту деп айтамыз қысқаша. Яғни 10-нан 6 деген бөлшекті 2-ге қысқарттым. Яғни 2-ге бөлдім. Тағы да бір мысал келтірейін. 30-дан 20 болсын. Бұны біздер 10-ға қысқартамыз деп айтамыз. Яғни алымында бөлімде 10-ға бөлсек, 10-ға қысқартамыз деп айтамыз. Бірақ 10 деп жазып қоймаймыз. Бірден 20-ны 10-ға бөлсең 2, 30-ды 10-ға бөлсең 3. Сонда бізде 3-тен 2 деген сан шықты. Немесе бөлшек шықты. Мына жерге жазып қойайын. Мынау бізде толықтауыш көбейткіш. Көбейткіш. Ал мынау бізде қысқарту. Яғни жай бөлшектің негізгі қасиеті бөлшектің алымында, бөлімінде бірдей санға көбейтсек, немесе бірдей санға бөлсек, сол тең нәрсе шығады, тең бөлшектер шығады.